Болды, енді біз полиция болдық. Мана түрмені де салдық. Енді бізге кім тұтқын болады, соны ойластырайық. Батыржан болсын, иә? Сен екеуің Батыржанды қарап отырасыңдар, түсіндіңдер ма? Батыржан шығып кетпеу керек. Кем дегенде бір күн. Оны сосын Батыржанға айтасыңдар. Жарай ма? Егер Батыржан шығып кетсе, ол ұтады. Если 3 сағат арасында таппасақ. Жедел, олар бізге көп айтпады. Сондықтан Батыржанға қатты қарамасақ болады. Ана екеуін де бүкіліс, түсіндің ба? Иә, түсінікті. Что-то түнде суық болып кетті ма, қалай өзі? Стоп. Мен қайда кетіп қалдым, Ё-моё, мен қайдамын, мынау не, түрме ма, типа? Жедел. Жетелсіз ба, полиция? Стоп, полициялар не үшін мұнда жүр? Вообще, мен қайдамын өзі? Так, мына сынбайды даже. Так, бұның қалай сындыра? Сіздер кімсіздер? Ё-моё, мына. Кімсіңдер сендер? Полициясыңдар ма, кімсіңдер? Или өтірік па? Қайдағы полиция, Батыржан? Біз ғой жетелер. Просто енді сен бір күнге біздің тұтқынымызсың. Егер де сен шықсаң, біз сені 3 сағатта таппасақ, біз ұтыламыз. Все, сендермен бәрі понятно. Сендер мені типа тұтқынға алып, солай не істеп отырсыңдар ғой, Значит, мен қашып кетуім керек, Так, жетелдер анау немене, жаза сұмдық анау? Жай біздің тамақ салатын сұмдық не болды? Жай сұрап атқаным ғой. Жарайды, так, мына жақтан енді мен қалай шығам? Бәріне сәлем достар, сіздермен бүгін мен әдеттегідей Батыржан және де достар. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына жетелдер, мен ойын ойнап жатыр. Мені бір күнге тұтқынға алды, мен қашып шығуым керек. Егер де мен қашып шықсам, олар мені 3 сағатта таппаса, мен ұтам. Біз осындай ойын ойнап жатыр. Бірақ мен бұған келісім шарт берген жоқпын негізі. Өздері бастап кетті. Түнде ұйықтап жатқанда алып кеткен ау деймін. Бірақ та достар, бұлар мен білетін Батыржан болса, жетел болса, онда қорқатын ештеңесі жоқ. Өйткені біздің жетелдер былайша айтқанда кішкене топастау. Жетелдер естіп қоймасын. Так, жетелдер. Примерно мен қазір түнде шығып кетемін ғой. Қайдағы Батыржан? Менен өткету, точнее бізден өткету вообще невозможно. Шынымен де, бірақ сендерден өткету вообще невозможно ғой. Так, достар, мен мұнда білесіздер ма? Что-то ешкім көрмейді ғой. Бір золото и сөйтіп тартып алдым. Так, что-то маған бір идея келіп тұр басыма. Так, оны бірақ сработать ете ма? Көрейік. Так, жайтына жетелге айтайық. Жетел, сен менімен 11 мынандай алмазға, золотаға ауысасың ба? Бір золото. Мен саған 11 берем. Бұл тем более одан күштірек. 11? Батыржан тупой. Жайт берейін ал саған. Еще бір палка бересің ба? Жайт берем. Онда келістік. Күте тұр саған. Так, жайт жетел, онда мен берем. Все, жетел, молодец. Даже 2 берден. Өте ақылдысың. Так, енді достар, өзімізге кирка жасап аламыз. Ё-моё, олсын, 2 палка керек қой. Так, жетел что-то запазор етуі мүмкін. Біліп қою мүмкін, сондықтан жай қылыш жасай керек. Қылышпен более-менее қолдан қарағанда оңай. Так, все, достар, болды. Жотам, жетел, менде қылыш бар. Қалай? Жотам, менде мықты енді. Бірақ мен саған 11 беріп қойдым, жарайды, не істеймін енді. 11 беріп қойдым, минусқа кірдім ғой. Так, енді түнді күту керек, достар, олай ұйықтайды примерно. Так, достар, қазір түнгі білмеймін неше. Жетелдер, қараңыздар. Жетел, мен қашайын деп жатырмын. Достар, ола ұйқылы ояу, маған мән бермейді. Сондықтан, достар, қазір біз шығатын боламыз. Наяқты тексерейік. Жетел, мен қашам. Батыржан. Общем айтқанда, достар, бостандық. Так, достар, қазір мен алып қылышпен жерді қазатын боламын, одан кейін жермен шығам. Так, енді қылышпен оңайырақ қолмен қарағанда. Так, сындырып жатыр ма? Все, сындырып жатыр, достар.
Қазір бостандық. Так, олармен 3 сағат арасында таппаса, олар жеңіледі. Жеңіс біздікі. Короче, жителдер бе вообще маған бәстеспеу керек қой, олар смело ұтылып қалады. Бірақ олай ақша табуға болады. Жай достар, оны айтпай қояйық. Житель, все, ана естімейді. Даже так, все, жителдердің бәрі мән бермейді. Енді бұл шанс. Оп. Так, енді былай қазамыз. Хоп. Так, вроде бы нормально келе жатыр. Так, тағы. О, достар, міне аспанға қазып. Ой, үстіге. И все, бостандық. Ё-моё, жителдердің дәл қасындамын. Ол топастар мені көрмейді, естімейді отыр, по идее. Все, достар, бостандық. Ё-моё, что за оңайным? Кішкене қиынырақ керек қой. Ата мынау, ё-моё, не деген оңайлы. Так, бұл үйге кірмей қойын. Так, достар, міне мына үйге кірейік. Все, достар, енді 3 сағат бойы осы үйде болам. Оны олар мені мына жерден іздемейді, явно. Так, нансынды... бірақ стоп, бұл маған немеш етіп отырған жоқ қой. Қайда кет? Ой, мұнда екен ғой. Так, все, қойдық. Так, достар, все, енді мен осыны жерде 3 сағат отырамын. Ну, изи, вин ғой, общем. Мына жителермен вообще маған. Олар, качу, мен полицейский болсам, олар енді точно шығамайды. Сондай, может, видеоролик шығуы мүмкін, күтіңіздер. Бірақ әзірге емес, кейін шығады. Так, достар, ну, уже бірақ 2-ақ минут өтті, олар даже мені білмейді ау деймін шығып кеткенді. Себебі ғана 4 күзетші 2 жақтап мені охранять етіп отыр. Бірақ та 4-еуі де ұйықтап отыр. Так, все, достар. Ал, достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан, сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы, арнаға тіркеліп, колокольчик басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы, достар, блогер жителдің 5 сериясы ертең шығады. Сәлем, сау болыңыздар.